Барлығыңызға да сәлем, сіздермен бірге қалағаны Висабек, және бүгін мен сізге өзімнің жасаған үйімді көрсетемін. Мына үй ағаштан жасалған және тастың қосылысымен. Мына кірген кезде сразу сіз әдемі есіктерді көресіздер. Мына көріп тұрғаныңыздай өзі келісіп тұр үйге. Мына жерде кірген кезде сеткадан жасалған есіктер де болады, ол әдемілік үшін жасалған барлығы да. Сосын мына жерде кіріп келген кезде ең бірінші көретін затымыз мына плита. Плита дегенде ол әдемілік үшін қойған. Ішінде уголь жатады. Енді бірдене тамақ пісіруге керек. Если сіз тамақ пісіргіңіз келсе, осыған кіресіз де тамағыңызды салып пісіріп аласыз. Бұл жерде верстак тұр, бірдене салғыңыз келсе тоже. Бұл жерде стойка тұр, зелье жасағыңыз келсе де жасауға болады. Барлығы удобство үшін жасалған. Ал бұл жерде сразу сіз сундукты көрсіз. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай керек инструменттер тұрады. Олардың барлығы ағаш керек болса, жерді қазып тастау керек болса, жер қопсыту керек болса бар. Бұл жерде және рудалар тұрады. Если бұл жерде көріп тұрғаныңыздай железная руда бар. Оны банағы печкаға салып балқытып желез жасауға болады. Бұл жерде адамға керек заттардың барлығы да бар. Тамақ, су, торт, зажигалка. Көп өте заттар. Ал бұл жерде лампочкалар тұрады. Керек болса, свет аз болып тұрса, например, түн болады ғой. Сол кездерде осы лампочканы жаға саласында барлығы жарық болып кетеді. Енді екінші келесі комнатаға кіру үшін мұндай есіктер тұрады. Үйдің ішіне әдемі болып тұрады деп ойлаймын осы есіктер. Және осыдан кіріп келген кезде бұл жерде лампочка тұрады. Екінші, ал бұл жерде жататын кровать тұрады. Әлі ұйықтауға болмайды, таңертең, потому что бұл жерде ашқан кезде әлі дым салған жоқпын. Потому что білмеймін, не салатынын да білген жоқпын. Ал біз келесі подвалға кеттік. Подвалда бізде мұндай комната тұрады. Подвалдан бізде мұндай комната тұрады. Бұл жерде қару жарақ бар. Мына доспехтар, ол біреумен қырылысқа керек болса, зомбилармен шайқасқа. Ал мына кожаный броня, ол дейтін жұмысқа шыққан кезде, шахтаға барған кезде, жер қазу керек кезде, или ағашты сындыру керек кезде, осы қару жарақты киіп, осы инструменттерді алып бара қоятын. Ал бұл жерде полкалар тұр. Полкаларда андай банкалар болмайды ма, ішінде виноград бірдеңе сататын. Сондай банкалармен, подвал сияқты ғой, подвал түрінде жасағаным ғой. Ал бұл жерде келесі есікті ашқан кезде ванныйға кіріп келеміз. Ванныйда бұл жерде туалет тұр. Туалет барынша жасаған. Бұл жерде туалет керек болса деген. Бұл жерде раковина тұр, қолын жуу үшін. Мына жерде наковальня тұр. Если сіз қылыштарыңызды немесе басқа қару жарақты жөндеткіңіз келсе, осыған келіп жөндете аласыз. Барлығы удобство үшін жасалғанда. Потолок дейтін бізде тоже ағаштан жасалған. Қазір барлығын көрсем, шығып, ой, түн басталды уже да. Бұл жерде уже бақша тұр да, шағын бақша. Осы жерде пшеница бар, картоп, морков дегендей барлығы бар да, керек адамға. Бұл жерде сумен қопсытылып тұрады барлығы. Адам келіп қопсытып бірдеңе салып кетсе де болады, былай жинай саласың да. Мешпен жасай алмайсың ондайларды. Былай, менде креативте жүргенім үшін алған жоқпын, бірақ барлығын жасап тастауға болады ғой, керек кезде. Осындай бақша деуге болады. Ал екінші затымыз бізде көретін жерде. Ал енді мына шахта декоративті түрде жасалған. Әдемілік үшін көріп тұрғаныңызда бұл жерде ағаштан ұстап тұратын жерлері бар. Керек, өздеріңіз білсеңіздер, Майнкрафтта ондай заттар керек жоқ. Әдемілік үшін барлығы көріп тұрғаныңызда бұл жерде уголь табу керек болса, осы жерден ала саласың. Бұл жерде шахта ондай терең емес те, оның барлығын салып отыратын егін шектім менде. Ал шайықта үйді сыртынан көрейік. Үй өзі әдемі деп ойлаймын өзімше. Осындай етіп салдым барынша. Ағаштан жасалған забормен, тастан қосылсы. Енді комментарийда жазуға болады. Сізге ұнаса лайк қойсаңыз да болады. Ал енді осымен мен видеоны тоқтатайын. Сізге ұнаса лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Кездескенше.